Қайырлы күн достар. Мен бүгін мына түстен кейінгі, яғни екінші тамағым. Сағат 3-тен өтіп жатыр. Мен шілі кеш жей алмаймын тамақты. Өйткені жай сіңеді тамағым. Жатқан кезде қиналып қалам. Бүгін менде түстен кейін мынандай арпадан жасалған ботқа 3 үлкен қасықпен алдым крупаны. Содан осындай ботқа шықты, мына жарты кесе. Және черри помидоры, салатный лист, огурцы. Және мына жерде бір апельсин бар, және бір киви бар, және фисташки, бір голубцы и өндіктің еті. Мен азанда айтып кеткем, бүгін 1 наурыз күні мен Антонның расторопшысын алып, соны ішіп бастадым. Қазір түстен кейін екінші рет іштім. Сонымен нәтижені бірге күзетіп барайық, достар. 90 күнде сахардан жазыласың деген. Енді Құдай қаласа көреміз. Алланың өзі көмектессін. Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен Антон деген кісіден алған расторопшамды бастағалы отырмын. Сахарный диабет 2-ші типпен ауырамын. 10 жылдан асып кетті. Қантты диета, осындай диеталар ұстау арқылы түсіруге болады. Бірақ ол организмдегі жаңағы ұйқы без, өт дегендей жаңағы нелер жазылмай, ол ешқандай результат болмайды екен, соған көзім жетті. Мен бір аптадан бері диетада отырмын. Негізі расторопша келгенге дейін күттім. Бірақ осылай диетада отырдым. 2 мезгіл тамақ жедім, Антонның айтуы бойынша. Бірақ мен қамыр, бешбармақ, манты деген тамақтарды жеп қойып жүрдім арасында. Бізге мучной заттар болмайды, оны білесіздер. Енді бүгіннен бастап мен өзімді қолға алайын деп отырмын. Расторопша әлі ашылғанда жоқ. Бүгін 1-ші рет ашайын деп отырмын. Қаншалықты маған көмектесетінін, және осы аурудан қаншалықты жазылып кетемін, 90 күнге жарайды дейді осы расторопша. Және өзінің видеосын берді, қалай тамақтану керек екенін. Менде мына жерде овсяный кашама, перловка кашама бірдеңе болу керек еді. Оған үйде ондай заттар қалмағаннан кейін бүгін мен тек 2 жұмыртқа және кішкене огурцы, бір помидорды бөлдім, және салатный лист, және мынандай кішкене фундугым қапты. Енді осы жетіп қалады деп отырмын. Осымен бүгін мен өзімнің диетамды бір күнде 2 рет тамақ жеу арқылы бастайын деп отырмын. Мені күзетіп барыңыздар. Мені жоғалтып алмау үшін лайк басып қойыңыздар. Қадағалап отырыңыздар. Құдай қаласа, мен өзім 3 жылдан бері бұл кісінің несін көріп отырмын. Өзінің азғанын және осы аурудан жазылғанын, бірақ 3 жылдан бері соған ниет еткен мен жасамай жүредім. Енді осы бүгін 1 наурыз 2026 жылға тура келген екен. Енді маған сәттілік тілеп қойыңыздар.